Құрметті әріптестер, бүгінгі семинарымыздың тақырыбы, негізгі тақырыбы бастауыш мектепте дарынды балаларды анықтау және қолдау атты бастауыш сыныптарына арналған әдістемелік семинарымыз. Бұл семинарды өткізіп отырған Қостанай дарыны ғылыми практикалық орталығы. Бүгінгі семинарымызда сіздермен өз тәжірибелерімен бөлісетін қаламыздың Қостанай қаласының номер 24-ші мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімдері. Барлықтарыңыз білесіздер, дарындылықты ертерек табу және олардың игілігін ерте көтеру мақсаты бастауыш мектептен басталатын бәрімізге мәлім. Ендеше осы дарынды баланы анықтау, дамыту және оған қолдау көрсету қазіргі уақытта білім жүйесінде қолға алынып жатқан өзекті мәселелерінің бірі. Осы жөнінде мектептерінде 24-ші мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімдері дарынды балаларды қандай жолдармен қалай анықтайды, қалай қолдау жүргізеді, сол туралы біздің мұғалімдеріміз, әріптестеріміз өз тәжірибелерімен бөлісетін болады. 24-ші мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімдері және қазір сіз біріншіден осы мектептің директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Серікбаева Роза Назымовнаға беріледі. Ешкім осы семинарымыздың аяқталғанша ешкім семинардан шықпайды, өйткені тіркеуге қазір чатқа жазып отырыңыздар, қай мектеп, қай аудан екеніңізді. Барлықтарыңызға сәттілік. 24-ші мектеп гимназиясы, Роза Назымовна, сізге сөз беріледі. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен 24-ші мектеп гимназиясының ғылыми әдістемелік жөніндегі орынбасары Серікбаева Роза Назымовна боламын. Бүгінгі бастауыш мектепте дарынды балаларды анықтау және қолдау әдістемелік семинары былай ерекше жоспарлап отырмыз, өйткені сіздермен кері байланыс жасай отырып, байланыс жасауды жоспарлап отырмыз. Балалар дарындылығын дамытуға ықпал ететін орта қандай болу керек? Бұл ортаны ұйымдастыру жолы қандай? Бұл сұраққа жауап беру үшін жақсы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік берген ортаның қалай ұйымдастырылғаны туралы айтуымыз керек. Дарынды балалармен жұмыс мақсаты балалардың зияткерлік қабілетін зерттеу, дарындылығын дамытуға қолайлы орта жасау болғандықтан, сол ортаны ұйымдастыратындай бағыттарды анықтады. Енді бірінші бағыт зерттеушілік орта. Дұрыс естілмей тұр ма? Бірінші бағыт зерттеушілік орта. Баланың дарындылығын зерттеу және сол дарындылығын қалай қолдау туралы біздің мектебіміздің бастауыш сынып мұғалімі Маржангүл Байбосынова айтып өтеді. Екінші бағыт жүйелілік. Қандай іс-шара болмасын, оған қатысатын оқушылар мен жетекшілік жасайтын мұғалімдер тұрақты жұмыс жасауы тиіс. Ана жақта микрофон сөндірілсе. Жетекші мұғалім тапсырмалар бойынша деректер қорын жасау керек. Оны басқа мұғалімдермен сыныпта өткізсін деген мақсатпен ұжымға таратып отыру керек. Бұл жүйелілікті қазір сіздер Закира Асылбековнаның өзінің іс тәжірибесінен байқайтын боласыздар. Үшінші бағыт қолайлы орта. Баланың дарындылығын дамытудың ең басты қолайлы ортасы ол сабақ. Кей кездерде мынандай зияткерлік ойындарда болсын, оқушылардың оқулықтан тыс берілген тапсырмаларға қиналып қалатынын байқаймыз. Бұл болады, егер сабақ мазмұны тек қана оқулықпен шектелетін болса. Сондықтан да баланың ой өрісін кеңейтетін қосымша материалдар қолданған жөн. Бұл жөнінде сіздер қазір Закира Асылбековнаның жаңа алдында айтылған Ләззат Аубакировнаның іс тәжірибесінен байқап көретін боласыздар. Төртінші бағыт ғылыми орта. Балалардың зерттеуге деген құштарлығын ояту, танымдық қызығушылығын арттыруға бағытталған жас зерттеуші сабақ өтеді. Осы сабақта оқушылар бақылау барысында туындаған қызықты сұрақтар бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Оның нәтижесін қазір біз мына жақта көрсетілген көрсеткіштерден байқайсыздар. Бұл ғылыми ортаның қалай ұйымдастырылуы туралы, қалай жүргізілуі туралы сіздерге Шолпан Бурабаевна айтып өтетін болады. Енді жерде осы жұмыстар дұрыс ұйымдастырылды ма, қалай жүрді деген сұраққа дәлел ретінде жетістіктерімізді жай ғана көрсетіп өтейін. Мынау зерттеу жұмыстар шығармашылық жобалар байқауы туралы білесіздер. Соңғы 3 жылдық қорытынды бойынша бізде 92% келе жатырмыз. Және сонымен қатар республикалық байқауда осы зерттеудің 3 жыл қатарынан біздің оқушыларымыз жүлделі орындар иеленіп келеді.
Сонымен қатар бастау математикалық турнирі бар бізде республикалық кезеңі. Сонда міне алдарыңызда көрініп отырғандай, осы оқу жылдарының бәріне дерлік кәдімгідей бетпе-бет кезеңде жүлделі орындарды иеленді. Енді бәрімізге таныс білгіштер қазақ тілінен танымдық ойыны бар, қалалық кезеңінде өтетін, осындағы көрсеткіштер осындай болды. Енді бұл көрсеткіштерге қол жеткізу оңай болған жоқ, оған мұғалімдердің біліктілігі көп әсер етеді. Енді қазір сіздер де осы іс тәжірибемен таныса отырыңыздар, және бір өтініш, айтылған сұрақтарға, берілген тапсырмаларға атсалысып, белсенді араласып отырсаңыздар. Сол кезде сіздерге де түсінікті болады, екі тарап бір-бірін түсінеді деген ойдамын. Ал енді сәттілік, қазір бірінші сөзді дарынды балалардың көшбасшылық қабілетін дамыту туралы айтатын Маржангүл Байбосыноваға беремін. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Жұмысымның тақырыбы дарынды балалардың көшбасшылық қабілетін дамыту. Ең алдымен дарынды бала кім деген сұраққа тоқталайын. Дарынды деп өз қатарларынан әлде қайда дамыған, немесе ерекше бір қабілеттері бар балаларды айтады. Енді сіздерге дарынды балаларды қалай анықтай аласыздар деген сұрақ қояйын. Қане, құрметті әріптестер, өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Дарынды балаларды қалай анықтай аламыз? Дарынды баланы ойлау, сөйлеу қабілетінен анықтауға болады. Рахмет, жақсы. Енді мен сіздермен өз сыныбымда дарынды балаларды анықтаған тәжірибеммен бөлісейін. Ол үшін мен Савенковтың дарындылық картасы әдістемесімен қолдандым. Әдістеменің жас ерекшелігі 5-тен 10 жасқа дейінгі аралық. Осы әдістеме арқылы баланың бойындағы дарындылықтың қай түрі басым екенін анықтадым. Бұл әдістеме 80 сипаттамадан тұрады. Мысалы, логикалық тұжырым жасауға бейім, жаңа білімдерді оңай меңгереді, суретті жақсы салады, музыкалық сабақтарға үлкен қызығушылық танытады, әңгімелер мен өлеңдер құрастырып жазады. Сіздердің назарларыңызға бір оқушының жауап парағын көрсетіп отырмын. Егер қабілеті жақсы дамып, анық байқалатын болса, 2 қосу қойдым. Анық көргенімен тұрақты болмаса, 1 қосу қойдым. Қабілеті байқалмаса, 0 қойдым. Өз сыныбымды осылай толық зерттеп шықтым. Осы зерттеу нәтижесінде танымдық қабілеті дамыған 14 оқушы, шығармашылық қабілеті дамыған демонстрация кетіп қалды ғой, көрінбейді. Көркем бейнелеу 17, музыкалық қабілеті дамыған 19, спорттық қабілеті дамыған 23 оқушы анықталды. Құрметті әріптестер, енді осы дарынды балалардың көшбасшылық қабілетін қалай дамытуға болады деп ойлайсыздар? Өз ойларыңызды айтсаңыздар. Тапсырмалар беру арқылы байқауға болады. Жақсы. Ал дарынды балалардың оқушылардың қай жаққа қарай жаңағы дарыны жоғары, соған байланысты тапсырмаларды қызығушылықтарын арттыру тапсырмалар беру. Жақсы. Онда келесі сұрақ. Дарынды балалардың көшбасшылық қабілетін дамытуда қандай мәселелер туындайды деп ойлайсыздар? Қандай мәселелер болуы мүмкін? Жақсы, онда өзім айтайын. Көшбасшылықты дамыту үшін дарынды балалардың көшбасшылық қабілетін дамытуда туындайтын мәселелерді білуіміз керек. Мектептің ұнамауы, балаға сабақ ұнамауы мүмкін. Күрделі ойынға қызығушылық. Дарынды балалар күрделі ойындарды ұнатады. Сәйкессіздік. Дарынды балалар көбіне үлкен балалармен араласып ойнағанды жөн көреді. Тек жоғары көрсеткішке ұмтылу. Дарынды балалар ең жоғары деңгейге жеткенше тыныштық таппайды.
ересектердің назарын аудару қажеттілігі. Табиғи құмарлығы мен білімге құштарлығының арқасында дарынды балалар көбінесе мұғалімдердің, ата-аналардың және басқа да ересектердің назарында болғанды ұнатады. Бұл басқа балалармен қарым-қатынаста қиындық тудырады. Төзімділіктің жетіспеуі. Дарынды балаларда интеллектуалдық дамуы жағынан өздерінен төмен балаларға төзімділік жетіспейді. Олар басқаларды менсінбейді. Сондықтан өзгелерден алшақтайды. Енді дарынды балалардың көшбасшылық қабілетін дамытудағы мәселелердің шешу жолдарынан тоқталайын. Сайыстар, зияткерлік, тәрбиелік шаралар, олимпиадалар. Біздің мектепте үнемі әртүрлі сайыстар, зияткерлік, тәрбиелік шаралар, олимпиадалар өткізіліп отырады. Мысалы, мектепшілік болашақ чемпиондар шеруінде тоғызқұмалақ үйірмесіне қатысатын балалар сайысқа түсіп, жеңімпаздары анықталды. Дарынды түлек зияткерлік ойынында 4-ші сынып оқушылары білімдерін шыңдай түседі. Мектепшілік білгіштер танымдық ойынында балалар қазақ тілі, әдебиет бағытындағы тапсырмалар бойынша сайысқа түседі. Мектепшілік бастау математикалық турнирінде логикалық есептерді шығарып, қарым қабілеті мықты балалар суырылып алға шығады. Таңғажайып талант сайысында түрлі бағытта өнерлерін көрсетуге мүмкіндік беретіндіктен бұрын көзге түсе бермейтін оқушылар қамтылады. Міне, оқушылар осы бағыттағы жұмыстарға қатыса отырып, жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Мысалы, оқушым Ұлықпанова Жәмила Алматы қаласында өткен республикалық бастау математикалық турнирінде 1-ші орынға ие болды. Ал Астана қаласында өткен халықаралық зерде математикалық олимпиадасында командалық есепте 1-ші орынға ие болды. Келесі шешу мәселесі ол бірлескен жұмыс. Сыныбымда өзін-өзі басқару жұмыстары қалыптасқан. Оны сабақ үстінде жиі байқауға болады. Өйткені сабақта оқушымен тығыз байланыста жұмыс істей алады. Мысалы, алға, тоқта әдісін қолданғанда оқушыны мұқият тыңдайды. Бір-біріне сұрақ қояды, бір-бірін толықтырады, бір-бірін бағалайды. Нәтижеге жету жолында әрқайсысы өз міндетін түсініп, өз күшіне сенімін артады. Құрметті әріптестер, мен қазір сіздерге бір сабақтың үзіндісін көрсетейін. Қазір біз бала абай әңгімесін алға тоқта әдісін оқимыз. Ол үшін бір балаға мысалы алға десін ол оқиды, тоқта дегенде ол тоқтап қалады. Қалған балалар жиын қойып мұқият тыңдайды. Сол оқыған мәтін бойынша бір-біріне жазып қоясыңдар. Айдана алған. Бала абай. Абай оғынан зере аналардың көңілдерін қазір әңгіме жолдар айтқызу үшін де өзі қаладан әкелген құжаттарының ұшырайды. Бүтін зердеға салты қойсаларды оқып береді. Әндерді мақамдап оқиды. Шешелерінен түсініксіз болған көркін білерінің сөздерін жолшыбай қонышуға тұрады. Тоқта. Алдыңғы бір-бірімізге сұрақтар қояйық. Анина, Абай қандай қысаларда оқыды. Абай мұғалиға Жүсіп зерделі қысаларын мен білгенін сөйлесем. Өте жақсы, отырып, сұрақ қоялық. Кімге сұрақ қоясың? Мен сұрақты Шыңғысқа қоямын. Бала Абайдың анасының аты және әжесінің аты. Бала Абайдың анасының аты әжесінің аты Зере. Мен Шыңғысқа Шыңғысқа қой. Мен сұрақты Кәусарға қоямын. Неліктен бала Абай өз әжесін ана деп айтты? Себебі бала Абай әжесін анасындай жақсы көрген. Кім толықтырады? Мен толықтырамын. Абай өз әжесін ана деп неліктен айтты? Әжесі Зере оған көп білім берген, ертегілер оқыған және өмірге керек нақыл сөздер айтқан.
Өте жақсы. Я көзбен салатын періштемін. Рахмет балалар. Жақсы. Келесі шешу жолы ғылыми зерттеу жұмыстары. Психологтар зерттеу тәртібін дарынды баланың көшбасшы ретінде дамуында маңызды деп көрсетеді. Шынында да ізденушілік белсенділігі төмендеген сайын адам қолынан еш нәрсе келмейтін сияқты үрей туғызатын жағдайда тап болуы мүмкін. Сөйтіп, ынтасы басылып, нәтижесінде өзінің қабілетін, мүмкіндігін әлде қайда төмендетіп алуы ғажап емес. Сондықтан да оқушыларымды әртүрлі тақырыпта мектепшілік ғылыми жоба байқауына қатыстырып отырамын. Соның бірі тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты қаламыздың Тәуелсіздік көшесінде орналасқан ғимараттарды зерттедік. Яғни осы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына байланысты біздің Қостанай қаласының Тәуелсіздік көшесінің менің сынымда 25 оқушы бар. Осы 25 оқушы ғимараттарды бөліп алып зерттеп шықты. Енді фотоларын көрсетіп отырмын. Қазір сіздерге сол қалай зерттеді, соның үзіндісін ұсынамын. Халыққа қызмет көрсету орталығы деп қаланың ерекше жерін айтады. Оның ашылған мезгілі 2007 жыл болса да, бүгінгі күнге дейін әлі жұмысын жалғастырып жатыр. Сонымен қатар, жас зерттеуші мектебі факультативінде оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамытуға қолайлы орта жасалған. Оқушыларымның қалалық, облыстық зерде байқауларына қатысып, жүлделі орындарға ие болуы. Жүніс Айжанның оқушым республикалық зерде байқауына қатысып, лауреат атануы жұмысымның нәтижесі деп білемін. Жинақтайтын болсам, көшбасшылық қабілет оқушы бойындағы ол ерекше дарын. Дарынды балалардың көшбасшылық қабілетін дамыту осы жеткіншектердің жарқын болашағына жол нұсқайды деп аяқтағым келеді. Құрметті әріптестер, барлығыңызға көшбасшылық қабілеттерді дамыту жолына табыс тілеймін. Сіздерге рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Ой өрісі кең, терең ойлайтын, қазақ тілінде ойын жеткізе алмайтын дарынды оқушылардың тілін дамыту үшін қандай жұмыс түрлерін орындауға болады? Сөздік қорын қалай молайтуға болады деген сұрақтар әрбір мұғалім толғандырады. Мен өзім дамыта оқыту мен жазу технологиясы бойынша бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келемін. Қазір сол сіздерге осы дарынды оқушылардың тілдік қабілетін дамытуға арналған жұмыс түрлерімен таныстырылмақ. Яғни бүгінгі мақсатымыз дамыта оқыту мен жазу технологиясы арқылы дарынды оқушылардың тілдік қабілетін дамыту. Ана тілі, қазақ тілі оқулықтарында тапсырмалар жаппай ұсынылады. Ал дарынды балалардың тілдік қорын дамыту үшін осы дамыта оқыту мен жазу технологиясындағы карточка төбешік көмектеседі. Мінекей алдарыңызда өздеріңіз байқап отырғандай, сөздердегі әріп саны бірте ұлғайып отырған карточка төбешік ұсынылып отыр. Яғни осы карточка төбешікпен қалай жұмыс істеуге болады? Бейнетаспаға назар аударыңыздар. Қазір балалар карточка төбешікпен жұмыс жүргізеді. Бірінші бағанды Ағзам, екінші бағанды Санжар, үшінші бағанды Ораш Мұхамед оқиды. Қазір біз жоғарыдан төменге қарай оқиды. Ағзам бастайды. Айша, Сарба, Сабақ, Шағала, Жапырақ, Құмырсқа, Қазақстан, сөздері, егіншілік, кембір қозақ, шағыз, құмалақ. Бет, бала, балық, балшық, қарақат, қарлығаш, дастархан, өнерпаздар, батырауық, үгіттер, бұрышынырау бұлақ. Ат, бот, сәт, терезе, жапырақ, құлсынай, сақалдар, қолдырауық, оранғатырақ, тоғызқұмалақ, түс. Тамаша. Енді төменнен жоғарыға қарай оқиды. Тоғыз құмалақ, кемпір қозақ, егіншілік, көзілдері, Қазақстан, құмырсқа, жапырақ, шағала, сабақ, арба, тас, ай. Мажырау құлақ, көктір, бір батырауық, өнерпаздар,
дастархан қарлағаш қарақат балшық балық бала ер көріктер қималап орамжапырақ отырауы сарғалдақ көзгүләл жадырақ терезе бол ар. Ал енді қимаштап оқиық. Ағзам бастай ғой. I get old. Жаз бала кітап. Ата балық терезе. Абақ бауыршақ жапырақ. Жағала қарақат құлпынай. Топырақ табиғат саңғалар. Құмырсқа дастархан отырамын. Қазақстан өнерпаздар орам жапырақ. Екінділік дастырауы қойылар. Епіншек тіптірі қоректіне. Темпір қойсақ санырау құлақ, тоғыз құлақ. Міне өздеріңіз байқап отырғандай, бала жаңағы карточка төбешікті тек оқып қана қоймайды, оқығанын есте сақтайды. Және олардың оқу жылдамдығы қалыптасады осы жерде, оқығанын түсінеді, және осындай жұмыстар жаңағы балалардың тілін дамытуға көп жағдай жасайды екен. Енді бұндай карточкаларды біз әр сабақтың тақырыбына байланысты да құрастыруға болады. Және мен сіздерге тағы бір айтайын дегенім, мына жерде мінекей карточка төбешікті, мысалы бірінші сыныпқа келген балалардың кейбіреуі оқып келеді. Енді олардың әрі қарай оқу дағдысын әрі қарай жетілдіру үшін осы карточка төбешік ұсынылады. Мысалы бала оқып келе жатып, 9 әріптен тұратын сөзге келген кезде бала кідіріңкіреп қалады. Яғни буындап оқиды. Ендеше ол балаға жаңағы серия 6 9 әріптен тұратын карточка баған ұсынылады. Яғни бала 9 әріптен тұратын сөздерді оқуға жаттығады. Мінекей осылай балалардың бір жағынан тілдік қоры, бір жағынан оқу дағдысында жетілдіруге болады. Енді келесі оқу жаттығу әдісі бұл айналма деп аталады. Яғни мынау айналманың астында сөздер берілген. Яғни баланың міндеті осы сөздерді есте сақтап қалу, және осы сөздерді жаңағы сөздердің әріптерінің бірте-бірте ұлғаюы арқылы өздері карточка төбешік құрастыруға болады. Оқып отырыңыздар сіздерде. Тағы бір айналдырып жіберейін. Мінекей бізде сөздер берген. Енді осы сөздерді өздеріңіз жаңағы сөздердің әріптерінің бірте-бірте ұлғаюы бойынша карточка төбешік құрастырып көріңіздерші. Микрофондарыңызды ашып айта беріңіздер, егер құрастырсаңыздар. Қос аяғы өткір тырнақ. Басқаша құрастыру керек па? Жыртқыш қоректенеді. Қауырсыны. Осылай болды дейміз. Жақсы, тамаша. Сонда бізде мінекей қандай карточка төбешік. Микрофонды өшірсеңіздер, бұл болып тұр. Мінекей бізде мынандай карточка төбешік шықты. Жаңа сіздің құрағаныңыз дұрыс, тамаша, бірақ қоректенеді емес, қоректен. Енді бұл жұмысты әрі қарай тағып болады. Мінекей осы жұмысқа мысалы балаларға осындағы сөздермен енді сөз тіркесін құрастырыңдар деп. Балаларға осындай тапсырма беруге болады. Енді сіздер сөз тіркесін құрастырсаңыздар, осыдағы берілген сөздермен. Микрофондарыңызды ашып айта беріңіздер.
құстың Қос аяғы, аяқ, өткір тырнағы, қос аяқ, өткір тырнағы, жыртқыш, құстың аяғы, жыртқыш. жыртқыш аң, Бұл жерде аң деген сөз жоқ, әріптестер. Жыртқыш құс. Құстың аяғы өткір. болады ғой. Жыртқыш құс. Құстың аяғы өткір тырнақты жыртқыш. Тамаша, рахмет. Және рахмет, тамаша. Мінекей осындай жаңағы сөздерді тапсырманы күрделендіру арқылы осындай тапсырмалар беруге болады. Келесі біздің жұмыс жаңа түрі оқу жаттығу әдісі сұрақтар төбешігі. Микрофонды өшіріп қойыңыздар. Сұрақтар төбешігі. Кейбір балалар мысалы екі сөйлемді ғана қайталай алады. Ал үшіншісіне келген кезде олар қателесе бастайды. Ал оқушының міндеті ең соңғы ұзақ күрделі сөйлемді соңына дейін айтып беру, оқып беру. Яғни бұл жерде сіздер байқап тұрсыздар, сұрақтың көмегімен сөз саны біртіндеп ұлғайып отыратын сөйлемдер құрастыру. Енді қазір осы сұрақтар төбешігімен қалай жұмыс істеуге болады, бейнетаспаға назар аударыңыздар. Бүркіт ол құста, бүркіт ол құс. Бүркіт ол жыртқыш құста, бүркіт ол жыртқыш құс. Бүркіт ол өткір тұмсығы мен тырнағы бар жыртқыш құста. Бүркіт ол өткір тұмсығы мен тырнағы бар жыртқыш құс. Бүркіт ол өткір тұмсығы мен тырнағы бар неге ұшатын жыртқыш құста. Бүркіт ол өткір тұмсығы мен тырнағы бар биікке ұшатын жыртқыш құс. Мінекей өздеріңіз көрдіңіздер, осындай ұсынылып отырған осындай тапсырмалар, яғни балалардың сөздік дағдысын, сөздік оқу дағдысын қалыптастырады, яғни тілін дамытуға көмектеседі. Өйткені бұл жерде жаңағы сөздер қайта-қайта қайталана береді. Мінекей осындай оқу түрі сөздік оқудан мәтіндік оқуға ауысуға жағдай жасайды. Енді менің жаңағы үлгіме қарап, сіздер құс туралы осындай сұрақтар төбешігін құрастырып көрсеңіздер. Мінекей құс бойынша осындай сұрақтар төбешігін құрастыруға болады. Құс ол жануар ма? Құс ол қауырсынымен жамылған жануар ма? Құс ол қауырсынымен жамылған және тұмсығы мен екі аяғы бар жануар ма? Құс ол қауырсынымен жамылған және тұмсығы мен екі аяғы бар шыбынмен қоректенетін жануар ма? Мінекей осындай әртүрлі сабақтарға байланысты, тақырыпқа байланысты осындай сұрақтар төбешігін құрастыруға болады. Біз басында сөздермен, одан кейін сөз тіркесі сөйлемдермен жұмыс жүргіздік. Осылай тапсырмаларды күрделенуі арқылы мәтінге көшеміз. Мәтінді таңдағанда да біз кез келген мәтін алмаймыз, оның көлемінен гөрі мазмұны мен күрделігіне назар аудару керек. Өйткені мәтіннің мазмұны бұл үлкен рөл атқарады. Ендеше келесі оқу жаттығу әдісін қараңыздар. Мінекей мына жерде суреттері бар мәтін әдісі осындай. Яғни бұл жерде біз әсіресе көбінесе сөзбен берілген мәтіндерді көп оқимыз. Ал сөзбен берілген мәтіндерден көрі жаңағы суреттері бар, суреттермен берілген ақпаратты жаңа бала көбірек есте сақтайды. Яғни бірінші мәтінмен жұмыс істемес бұрын сөздерді алмастыратын барлық суреттер қарастырылады және олар аталады. Енді сіздер осы мәтінді маған оқып берсеңіздер. Құрметті әріптестер, суреттердің атауын атап алайық ендеше. Бірінші суретте не көріп тұрсыздар? Құстар. Құстар. Екінші суретте? Құстар. Қауыс. Қауыс. Үшінші суретте? Қауыстың қанатын жайып патша болуға сайланды. Барлық құстар оның соңына тамсанып, оны патша қылып қойды. Осыған айтылды. Егерде патша болсаң, бізді
Сен қалай қорқайсың? Тауыс не айтарын білмеді. Барлық құстар тауысқа бізге патша бола ала ма деп ойланып қалды. Оның орнына бүркітті патша етіп қойды. Естіп қойды. Иә, жақсы, рахмет. Мына жерде тауыс бізге патша бола ала ма дегенде сіз қосымша жазылған бұл жерде түбір сөз айтылуы керек. Жақсы, рахмет, тамаша. Осындай микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар, осындай мәтіндер арқылы бала суретте не бейнеленгенін тануды үйренеді. Және бала тақырыпқа назар аударады, оны айтады, суретке қарап бала оқиғаны өз бетінше айталады. Және есте сақтайды. Енді тағы да осындай оқу жаттығу мәтіні жарты сөзді мәтін оқу. Мінекей алдарыңызда сөздің бір бөлігі ғана берілген. Енді оның жалғасын тауып оқу керек. Жаңағы тауыс мәтіні соны ары қарай жаңағы басқа бөлігін оқу керек. Толықтырып. Оқып берсеңіздер. Құстар патша сайлау үшін жиналды. Тауыс өзінің құйрығын жайып патша болуға сайланды. Барлық құстар оны сұлулығына тамсанып, оны патша қылып қойды. Тауысқан айтты. Егер сен патша болсаң, қалай қорғайды? Рахмет, әріптестер. Бір адам ғана, бір мұғалім ғана сөйлесе, сол жеткілікті. Рахмет. Мінекей мына жерде жаңағы тауыс мәтінінің толық нұсқасы. Осы берілген жұмыстардың бәрі жүйеленген. Әр жұмыстың қаншалықты жүзеге асқанын білу үшін нәтижені сараптап отыру маңызды. Оқушылардың танымдық ортасын, тілдік қабілетін дамыту үшін бірінші, үшінші сыныптарға дамыта оқыту мен жазу бойынша жүргізілетін әдебиеттік оқу мен қазақ тіл пәндеріне арналған әдістемелік кешен және дамыта оқыту сабақтарына арналған хрестоматия атты танымдық мәтіндер жинақталған лицензиялық жұмыстар жазылды. Осындай жұмыс түрлерін оқыту үдерісінде дамыта оқыту мен жазу технологиясын қолдану барысында қол жеткізген нәтижелерін алдарыңызда мінекей. Қорыта айтқанда, біздің мамандығымыз жаңа ойларды, тәсілдерді үнемі қажет етіп отырады. Сондықтан жаңа заманға сай талапкерді қалыптастырып, қабілеттерін дамытатын жолды іздеу. Сонда ғана бала ойлауға, сөйлеуге, өзін өзі дамытуға еркін қол жеткізе алады. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Дарынды балалардың математикалық ойлау қабілетін дамыту тақырыбына байланысты өзімнің іс тәжірибемде қолданылған тиімді әдіс тәсілдермен бөліскім келеді. Баланың логикалық ойлау дағдысын бірден дамыту мүмкін емес. Сол себептен бірінші сыныптан бастап танымдық тапсырмалар, қисынды есептер арқылы оқушының интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттерін ашып, оларды өрбіте түскен дұрыс. Бүгін мен мына есептердің шығару жолының тиімді тәсіліне тоқталып өткім келеді. Ол прокрус әдісі. Прокрус деген қарақшы өмірде болған мыс. Қарақшы прокрустың есімі ежелгі Грекияның мифологиясынан танымал. Оның айуандық әдісі артықты тесу, жетпегенді қосу математикалық есептерді шешу жолында өте тиімді. Енді прокрус ол жаңағы өзінің, яғни оның өзінің стөлі болған, ол адамдарды өзінің жаңағы үйіне әкеліп, стөлге адамдардың бойын өлшейді. Егер жаңағы стөлде өзінің өлшем
жазылып тұрады өлшемі. Сол өлшемнен аяғы асып кетсе адамның, оның аяғын кесіп тастаған. Ал егер жетпей қалса, оны созған. Яғни артықты кесуді біз математикада, яғни азайту амалын қолдансақ, ал жетпегенді қосу, оны өзіңіз біліп отырсыз, қосу амалын қолданамыз. Енді осы прокруст әдісі арқылы мына есепті шығарып көрсеңіздер. Марат пен Серіктің екеуінде 100 теңге бар. Мараттың Серіктен 26 теңгесі артық. Балалардың әр қайсында қанша теңге бар? Құрметті әріптестер, осы есепті шығарып көрелік, қарапайым жаңағы прокруст тәсілін қолдануға болады. Егер дайын болсаңыздар, микрофондарыңызды қосып, жауап беруге болады. Мен сіздерді тыңдаймын. Тыңдап отырмын. Жаңағы прокруст... Жауабы 74 бола ма? Кішкене тағы да ойланып. Қараңыздар, құрметті әріптестер, прокруст тәсілі, яғни артығын кесіп тастайды, яғни азайтып тастайды, немесе артықты созады. Артықты кесу деген азайту амалы, артықты қосу деген қосу амалы. Бұл жерде артық болып тұрған, мәлімет беріп тұрған қайсы? Бізге артықты көрсетіп тұрған. 100-ден 26-ны азайтып тастаймыз, да? Жақсы, ары қарай не істедік? 76 шықты, сонда Маратта 76. 74. 74? Жақсы, ары қарай. Өте тамаша. Жерде жаңағыда 100 теңгеде 100-ден алып тастаймыз, 26-ны 74 болады. Сосын екеуін бөлген кезінде 74-ке бөлеміз ғой. 74. Сонда 37. Екеуіне бөлгенде. Сонда Марат 37, біреуінде 37 теңге болады да, біреуінде 60 теңге болады біреуінде. Тамаша. Өте жақсы, тамаша. Күшті. Енді қараңыздар, қай тәсілін қолдандық бұл жерде? Кесу ма, созу ма? Кесу, тамаша. Енді осы есепті созып көрсекші. Қалай ойлайсыздар? Созу. 26 қанда. Жаңа практика. 26-ны қосатын шығармыз? Тамаша, иә. Жаңағы алгоритм қолданады. Иә, сіздер қосып жердіңіздер, манан естедік екінші амалды. Дәл сол тәсіл бұнда да қолданады. Неге бөлеміз бұсында? Тамаша. 26-ны бөлеміз бе? 120-ны 120. Содан кейін 58 болады, иә? Дұрыс. Міне көрдіңіздер ме? Прокрусттың тиімді тәсілі шынында да иә, жеңіл, тиімді тәсіл екен. Енді келесі есебімізді тағы да шығарып көрейік. Енді прокруст тәсілінің тағы бір элементін қолданамыз. Қазір экранға сіздерде міне есеп. Міне шығару жолына, құрметті әріптестер, көзімізді салсақ экранға. Көрдіңіздер ме? Бізде 26 мана артық болды, иә? 26. Яғни кестік, содан кейін создық. Қарап отырсақ. Өте тиімді. Келесі есеп шығарып көрсек, тағы да біз прокруст тәсілінің бір элементін қолданып көрейік осы есепті. Көрінеді ма барлықтарыңызға да? Көрдік, аха. 3 келі ірімшік, 2 келі банан. Тимур 3 келі ірімшік, 2 келі банан және 2 кассета үшін 505 теңге төленген. Ринатта сондай бағамен 6 келі ірімшік, 4 келі банан және 3 кассетаны 930 теңгеге алды. Сонда кассета неше теңге тұрады? Енді осы тағы бір элементін сіздерге уақыт беріледі. Дайын болсаңыздар, әріптестер, микрофонды қосып, жауап беруіңізге болады. Уақыт беріледі.
Жауап бар ма, құрметті әріптестер? Бірінші қалай ойлайсыздар? Бірінші не істейміз? Бірінші 930-дан азайтамыз 505-ті, вроде так. Бұл жерде, құрметті әріптестер, тағы бір көңіл аударатын бұл есептің, қараңыз есепте, бұл жерде, яғни бір кассета десе, ол ендеше нені сұрап тұр? Бір кассетаның, мені тоқтасаңыздар. Бағасынан сұрап тұр. Айтасыздар. Ендеше бұл бағасы құны, бұл есептің жолымен өзім түсіндіріп жіберейін. Содан кейін бұл дәл осылай алгоритм, дәл осы есептің алгоритміне шығаратын есепті бір шығарып көреміз. Естеріңізде қалу мақсатымен. Ендеше біз көз жүгіртейік есептің шешу жолына. Бұл есепті шығару жолы, құрметті әріптестер, қарап отырсақ, біз бағандап жазып аламыз. Ренат, Тимур. Неліктен Тимурды мен басына жазып отырмын? Ой, кімді? Кешіріңіздер. Ренатты. Өйткені Ренаттың бізде қарап отырсақ, қандай айырмашылығы бар Тимурдан? Көбірек алған ғой. Алған заты көбірек болып тұр. Көбірек болғандықтан көрдіңіздер ма? Оны мен басына жазып отырмын, өйткені оның құны жоғары болып тұр. Бұл жерде бұл есептің шығару жолы тізбектей отырып, бір заттың бағасы қалғанша азайта, кеміте береміз. Енді қараңыздар, 6 килограмм ірімшіктен 3 килограмм ірімшікті алдық. 4 килограмм бананнан 2 килограмм бананды азайттық. 3 кассетадан 2 кассетаны азайттық. 930 теңгеден 505 теңгені азайттық. Содан кейін сонда жауап шықты бізде қанша? 3 килограмм ірімшік, 2 килограмм банан, 1 кассета. Ол тұрады бізде қанша екен? 425 теңге. 425 теңге. Енді тағы да ары қарай тізбектеп, мен сізге айттым ғой, тізбектеп бағандап арқылы кеміте береміз. Енді 3 ірімшіктен 3 килограмм ірімшіктен 3 килограммды азайттық. Қанша қалды? 0 және біз көріп тұрмыз нені? Бір кассетаның бір кассетаның бағасы 80 теңге. Бұл жерде біз кеміту арқылы. Қалай ойлайсыздар? Бұл тәсіл сіздерге тиімді ме? Қалай ойлайсыздар? Балаларға сіздерге емес. Балаларға берсек өте тиімді, иә? Немесе мына жерде біз жаңа кесіп тастадық, иә? Құрметті әріптестер, бұл жерде созуға да болады. Яғни қосуды біз ыңғайлы тәсіл, қандай немен ауыстырушы еді? Қосуды мысалы. 5-ті 3 рет қосқаннан гөрі 5-ті не істеген дұрыс? Көбейткен дұрыс. Көбейткен алмастыру ғой. Екінші қарасақ тәсілін, құрметті әріптестер, 505-ті 2 рет көбейтіп жедік. Сосын 930-ды азайттық. 930-да бізде 3 қана кассета. Ал 505-ті 2-ге көбейтсек, бізде 4 кассетаның құны көріп тұр, иә, солай ма? Содан кейін азайтсақ, қанша шығады? Тағы да 80. Дұрыс. Енді келесі есеп, құрметті әріптестер, бұл есепті қарап шығайық тағы да. Қазір мен қосамын, сіздерге көрінеді ма? 3 қарындаш, 4 қаламның бағасы 250 теңге. 2 қарандаш, 2 қалам бірігіп 140 теңге тұратын болса, қарындаш неге 5 теңге тұрады. Ал енді өзіміз көз жүгіртіп, жаңағы тәсілмен өзіміз шығарып көрейік. Былай шығарамыз ба? 3 қарандаш, 4 қаламның бағасы 250, бірінші бағанға жазамыз, астына 2 қарандаш, 2 қалам, 140 теңгеге. Сосын азайтамыз жаңағындай. 3-тен 2 азайтқанда 1. Тамаша. 4-тен 2 азайтқанда 2. 250-ден 140 азайтқан кезде 110-да қалды бізде. Тағы да содан азайтамыз мысалы. 30 теңге тұрады. 30 теңге тұрады қарандаш. Қанша? 30 теңге. 30 теңге. 30 теңге. Дұрыс айтасыз. Дұрыс, рахмет. Енді біз көрсек. Көрдіңіздер ғой, иә? Немесе бұл бізде тағы да кесу болды, иә, құрметті әріптестер? Енді бұл тәсілді жаңа созуды көбейтумен алмастырдық, иә? Қарап отырсаңыз,
140-ты 2-ге көбейтсек, нені біз көреміз? Осы сұраққа жауап берсеңіз, 140-ты 2-ге көбейтіп жедік. Нені байқаймыз сонда? 140-ты 2-ге көбейтіп 280 болды, 280 мен 250 азайттық. 32 қалды. Екі қарындаштың бағасын көбейтіп 80 мен 30 теңге. Тамаша, тамаша. Енді бір келесі есеп. Қарындаш 30 теңге тұр. Жарайсыздар. Келесі есеп көзіміз жүгіртсек. Өздеріңіз оқып шықсаңыздар, 5 қияр мен 3 сәбіз 84 теңге тұрады, ал 3 сәбіз бен 2 қияр 39 теңге тұрады. 1 қияр мен 1 сәбіздің бағасын тап дейді. Ады. 3 қияр. 3 қияр. Сәбіз. 0. Сәбіз. Жауап бар ма, құрметті әріптестер? Дәл жаңағындай 45 теңге болады сонда. 45 теңге неді білдіреді, құрметті әріптестер? Қиярдың бағасы не? 3 қиярдың. 3 қиярдың бағасы 45 теңге. қиярдың бағасы 45 теңге. Қанша екен? Бөлеміз бөлем жаңағыны 3 қиярға. Иә. Сонда қанша шықты? Иә, 45-ті нешеге бөлеміз, құрметті әріптестер? 3-ге. Дұрыс айтасыз, сонда қанша шықты? 9 теңгеден 15 теңге. 15 теңгеден. Сонда енді осы... Бір қиярдың бағасы 15 көп тұра, бір сәбіздің бағасы қалай кетеді сонда? Енді бір сәбіз осы қияр қылып табасыз. Бізде 39 теңге болды ғой, иә, құрметті әріптестер? Иә. Енді сонда не істейміз? Сонда сәбіз 9 теңге тұрады, иә? 3 сәбіз 9 теңге тұрады, иә? Оны бөліп жіберсек, бір сәбіздің бағасы қанша екен? 3 теңге болады. Иә. Жақсы қарттар, енді келесі біз келесі есебімізді қарастырып көрейік. Мұнда көзіміз жүгіртейік, жауабы. 3 сәбіз 9 теңге, 3 қияр 0 сәбіз 45 теңге. 5-те бөлгенде 3-ке тең 15 теңге. 1 қияр 15 теңге. Келесі есебімізді шығарып көрсек, дәл осы тәсілмен шығаруға болады. Яғни бұл жерде 3 қалың дәптер, 1 қарындаш және 2 блокнот 220 теңге тұрады. 1 қалың дәптер, 3 қарындаш және 2 блокнот 300 теңге тұрады. 1 қалың дәптер, 1 қарындаш және 1 блокноттан құралған комплект қанша тұрады? Құрметті әріптестер, бұл жерде комплект бізден сұрап тұр. Соған кішкене көңіл бөлсеңіздер. Бұл жерде, құрметті әріптестер, созу бізге тиімді болады. Созып жіберейік. Созуды білесіздер ғой, не істеу керек екен, иә? 380-ге 220-ны қосамыз ба? 160. Қосып көрдіңіздер ме? 160 деп ойлаймын. 160 деп ойлайсыз. Сіз кішкене жақын. Иә, 3 қалам. Сіз жақындадыңыз. Қалың дәптер, 1 қарындаш, 2 блокнот. Ендеше біз, құрметті әріптестер, жауабын қарасақ. Көзімізді жауабына... 380-ге 220-ны қосқанда 600, оған 600 нені білдіреді, құрметті әріптестер? 380-ге 220-ны қосқандағы. Тағы да, егер нақтырақ айтсақ, қанша дәптердің, қанша қарындаштың, қанша блокноттың құны? Барлығынікі ғой. 4 қалың дәптер, 4 қарындаш, 4 блокноттың құны болып тұр. Иә, 4 блокноттың, дұрыс айтасыздар. 600 теңге. 600 теңге. Бізде комплект қанша тұрушы еді?
бір комплект табамыз енді. Бір комплектті табу керек. Қанша болады? Бір комплект табу үшін не істейміз енді? 600-ді 4-ке бөлеміз. Дұрыс айтасыңдар, 600-ді 4-ке. Тамаша. Онда жауап 150 теңге болады 4-ке бөлгенде. Бір комплектін шығарамыз сонда. Дұрыс айтасыздар, рахмет сіздерге. Өте тамаша жұмыс істедіңіздер. Осындай логикалық тапсырмалардың тиімді шешу жолдарын лицензиялық жұмыстарыма енгіздім. Осы авторлық жұмыстарымның негізінде біздің 24-ші мектеп гимназиясында дарынды балаларды қолдау мақсатында бірнеше факультатив сұрақтары өтіледі. Авторлық бағдарламаларым сіздердің алдарыңызда. Ол 1-2 сыныпқа арналған логика әдістемелік кешені, 3-4 сыныпқа алған тапқырлық баспалдағы оқу әдістемелік кешені және математикалық карусель 2 сыныпқа арналған. Факультатив сұрақтардың ортасы терең ұйымдастырылғандықтан оқушылары мынадай жетістіктерге қол жеткізді. Бастау республикалық математикалық турнирі 1-3 дәрежелі диплом Малиновский Вячеслав, облыстық және қалалық кешенді олимпиада 1-2 орын Қасенғазы Қасым. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Даусым естіліп тұр ма? Саламатсыз ба, естіліп тұр. Сонымен жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі келесі қаралатын тақырып бұл дарынды оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін қалай ұйымдастырамыз және қалай бағыттаймыз. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасының басты мақсаты оқушылардың талдау, синтездеу, әрі логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, яғни оқушылардың сабақ бойы өз ой еңбегімен шұғылдануын қамтамасыз ету, оқушыны ізденуге, өз бетімен қорытынды жасауға үйрету болып отыр. Сондықтан да бүгінгі сіздермен тәжірибе алмасу тақырыбын дарынды оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін дамыту деп алып отырмыз. Енді сіздердің алдарыңызға қазір пиктограмма беріледі. Сол пиктограммаға назар аударсаңыздар. Осы сурет арқылы білім алушының қандай іс-әрекетін көруге болады? Білім алушы жетістікке жетеді, ізденеді. Бір-бірімен жаңағы шықты талқылайды. Зерттеу әдісі ғой. Жалпы зерттеу әдісі жеке-жеке айтсаңыздар, не істеп жатыр? Көбелікті ақылайды, тәжірибе жасайды, көзімен көреді, қолымен ұстайды деген сияқты. Жақсы, тамаша. Ендеше оқушылардың іс-әрекетінде, осы суретте, кімнің іс-әрекеті байқалмайды, мүлдем жоқ. Мұғалімнің. Бұл жерде тек қана оқушының іс-әрекеті, мұғалім іс-әрекеті мүлдем байқалмайды, Жақсы, тамаша. Ендеше, оқушының зерттеушілік іс-әрекеті не себепті мұғалімнің іс-әрекеті байқалмай тұр осы жерде? Не себепті деп ойлайсыздар? Өйткені оқушы мұғалімнің тапсырмасын орындап жатыр. Мұғалімнің берген тапсырмасын орындап жатыр деп ойлайсыздар. Жақсы, тамаша. Мұғалім бағыт бағдар беруші. Тамаша. Ал оқушы? Мұғалім бағдар беріп отыр, ал бала соны дамытып, жаңағы дарынды бала өз бетінше ары қарай жұмыс жасап жатыр. Тамаша. Жақсы, тамаша. Келесі, ендеше алдарыңызда оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастырудағы мұғалімнің әрекеті беріліп тұр. Қай әрекетті рет-ретімен таңдаңыздар, рет-ретімен. Бірінші не істейсіз, екінші деген сияқты. Қайсысын таңдар едіңіздер? Реттілік бойынша. Бірінші көрсету. Көрсетеді. Ақпарат береді. Бірінші ой қозғаушы. Көрсетуші, ақпарат беруші, түсіндіруші,
сұхбат сосын барып бағыт беріп, бірінші бағытты, сосын барып бағыт береді, сосын барып жүргізеді. Тамаша. Мына жерде бірінші әрекет берген, осы әрекеттердің қайсысын таңдар едіңіздер енді? Мұғалім ретінде. Ой қозғаушыны. Айтса я. Ең айтушы. Ашкин. Ой қозғаушы, тамаша. Одан кейін сұхбат жүргізуші. болжам жасатушы. Бағыттаушы. Бағыттаушы, ақпарат беруші, тәжірибе көрсетуші, ой қозғаушы. Тамаша. Енді келесі дұрыс жауабына қараймыз. Оқушылардың зерттеушілік әрекетін ұйымдастыруда мұғалімнің негізгі әрекеті ол біріншіден ой қозғаушы, болжам жасатушы, бағыттаушы және тек қана тыңдаушы ғана болады екен. Ал мынау жоғарыда көрсетілген қалған әрекеттердің барлығы тек қана оқушылардың іс әрекетіне жатады. Яғни ой қозғаушыны қалай жүзеге асырасыздар? Не арқылы ой қозғайсыздар? Мысалы белгілі бір тақырып берілді, зерттеу тақырыбы. Қалай ой қозғатасыздар? Не арқылы? Қандай ресурстар қолданасыздар? Жақсы. Ой қозғауды әрине біріншіден сұрақ арқылы ой қозғатуға болады, немесе суреттер арқылы ой қозғатуға болады, немесе бейне материал арқылы ой қозғауға болады, иә? Енді болжамды кім жасайды? Естіліп жатырмыз? Болжамды оқушы. Оқушы өзі жасауға болады. Сурет арқылы. Оқушы қалай осыған болжамды қалай жасап шығады бірінші оқушы жасап шығу керек? Енді жаңа ой қозғап тұрған жоқ қой, содан кейін болжам дейді. Иә, біз ой қозғаушы ретінде сурет көрсетсек жаңа соған болжам жасайды. Жақсы, тамаша. Егер де баланың жас ерекшелігі өте кіші болса, онда болжамды кім жасауға болады? Мұғалім өзі. Жақсы, ары қарай. Мұғалім жасайды. Болжам жасаттыңыздар. Келесі әрекеттеріңіз қандай? Бағыттаушы. Не істейсіздер бағыттаушы? Не істейсіздер бағыттаушы? Бақылап тұрады ғой. Иә. Сұрақтар бересіздер, содан кейін. Суреттер арқылы. Алған тақырыбы бойынша балаға ары қарай қалай жұмыс істеу керек, соның қадамдарына барыңыз ғой. Алгоритмдеріне бағыт бересіздер. Жақсы, тамаша. Несінде мұғалім тек қана тыңдаушы, неге түсіндіруші емес? Баланың болжам себебі біз оқушыға баланың зерттеудегі суреттеріне бір-бірден сөйлесеңіздер. енді біз оқушыдан соны сұраймыз. Оқушыны сөйлетіп, біз тыңдауымыз керек қой. Яғни оқушы бірінші болжам жасаттық, ой қозғаттық, енді соны барлығына тыңдаушы ретінде біз тыңдаймыз оларды. Жақсы, тамаша. Ендеше маған айтшы, мен ұмытып қаламын, маған көрсетші, менің есімде қалады. Өзіме істетші, мен сонда түсінемін. Конфуцийдің даналық сөзін негізге ала отырып, дарынды оқушылардың сабақ бойы ой еңбегімен шұғылдануына, оқушыны өз бетінше ізденуге, өз бетімен қорытынды жасауына жетелеу арқылы зерттеушілік іс-әрекеттің дамуына ықпал ете алады екенбіз. Оқушының ізденушілік қасиетін қалыптастыру оқытудың түрлі формалары мен әдістер арқылы жүзеге асырылады. Солардың ішіндегі ең тиімдісі бұл оқушының ғылыми қоғамын ұйымдастыру. Биік танымдық қабілет, қоршаған ортаның сырын ұғынуға талпыныс баланы ерте жасынан туындайды екен. Сондықтан ізденушілікке баулу бастауыш сыныптан басталуы керек. Ендеше мектепте оқушыны іздену жұмысына қатыстыра отырып, ғылыми жетелеу арқылы өздерінің қабілетін ашуларына көмектесуіміз қажет. Оған қол жеткізетін тиімді ізденіс жұмыс түрінің бірі бұл оқушылардың ғылыми жұмысын тиімді ұйымдастыра білу. Біздің мектепте номер 24 мектеп гимназиясында дарынды оқушылардың ғылыми жұмысын тиімді ұйымдастыруда жас зерттеуші мектебі факультатив әдістемелік кешені құрылған болатын. Осы кешен 3 жылдай уақыт өз тәжірибемізде қолданып жүрміз. Аталған жас зерттеуші мектебі факультатив әдістемелік кешені
2-ші, 3-ші сыныптарға толық құрылған биылғы оқу жылында 4-ші сыныптарға арнап қарастырудамыз. Әдістемелік кешендегі материалдар бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшелігіне сай құрылған. Кешенде 3 жаңағы бөліктен тұрады. Онда факультатив курстың бағдарламасы және факультатив курсының мұғалімге арналған сабақтар конспектісінің жинақтары берілген және оқушыларға арналған зерттеу дәптерімен жаңағы кешендік әдістемелік кешендер құрастырдық және соны тәжірибе барысында қолданудамыз. Енді биылғы оқу жылында бізде 4-ші сыныпқа арнап тапсырмалар құрудамыз. Қазір сіздерге 4-ші сыныпқа арналған бір сабақ үлгісін ұсынғалы отырмыз. Қазір сіздердің алдарыңызда ақпарат берілген. Мана сіздерге айтып өттім, ең бірінші мұғалім бағыттаушы. Бағыттау үшін ол мүмкін видео материалды беруі мүмкін, немесе мәтін түрінде, ақпарат түрінде беруі мүмкін. Енді сіздерге ақпарат түрінде шағын ғана мәтін берілген. Соны оқушы ретінде оқып шықсаңыздар. Сіздермен қазір практикалық жұмысты өткізіп көреміз. Жанартау төбесінде кратер ойысы бар. Көбінесе конус немесе күмбез тәріздес геологиялық түзілім. Жанартау сөзі ежелгі римдердің мифологиясындағы от құрайды. От құдайы. Ұғымнан шыққан латын тілдегі вулканус, яғни от, жалын деген мағынаны білдіреді. Жанартаулар құрылымына қарай әр алуан болып келеді. Магма жердің терең қойнауларында пайда болатын балқыған масса. Магманың жер бетіне атқылап шыққан көзін лава дейміз. Қалың лава қалып ақырын қозғалады. Жұқа лава тез қозғалады. Жақсы. Енді бұл мәтінді не себептен алып отырмын 4-ші сыныпқа? Мүмкін сіздер өте күрделі деп ойлауларыңыз мүмкін. Бірақ осы 3-ші тоқсанда бізде пайдалы қазбалар деген кезінде магмалық тау жұмыстары деген тақырып бар 4-ші сыныпта. Онда аталама ғана түсіндірілген. Енді магма деген сөздің мағынасын бала ұғыну үшін біз оны факультатив сабақта ары қарай тереңдетеміз. Осы мақсатта алып отырмын бұл тақырыпты. Яғни бұл тақырып стандартта берілген тақырыппен сәйкес, бірақ оны ары қарай тереңдетіп отырмыз. Енді осы тапсырмаға байланысты мен бірінші мынандай бағыттаушымын ғой. Енді сіздер оқушы ретінде менің бағыттап отырған тапсырмамды оқушының іс-әрекеті ретінде орындап көрсеңіздер. Бірінші тапсырма. Оқыған ақпарат бойынша мына сөздерге анықтама жазыңдар. Сонымен кратер дегеніңіз не? Магма, лава, кратер. Кейін қайтарайын. Кратер төбесіндегі ойыс. Яғни ол мағынасын жазып. Кратер ойыс. Так, магма. Магма жер бетіне шыққан жұқа қалып. Жоқ, қателестіңіз. Назар барайын. Магма жердің терең қойнауларында пайда болатын балқыған. Дұрыстап түсініп керек. Магма жердің терең қойнауы. Лава дегеніміз не? Магманы жер бетіне атқылап сұйық балқыған мас. Жақсы. Ол лава екіге бөлінді. Қандай лавалар болды? Қалың және жұқа. Қалың лава, Жұқа лава және ақырын лава дейді. Қалың ақырын лава. Осы тапсырманы не себептен бердім оқушыларға? Қалай ойлайсыздар? Не себептен берілді осы тапсырма? Ой қозғауыш. Біз өзіміз магма, лава деген сөздердің есте сақтау үшін. Бұл сөздер балалардың есінде қалмайтын, күнделікті пайдаланылмайтын сөздер ғой. Сондықтан балалар қайталап тағыдан есінде сақтау үшін. Жақсы, тамаша. Яғни бұл ақпарат. Ендеше бұл жерде бірінші әдіс ақпараттық әдіс кетті. Зерттеу әдісінің бірінші ақпараттық әдіс. Келесі тапсырма. Жанартаудың адам өміріне қандай қауіп төндіреді деп ойлайсыздар? Бұны пиктограмма арқылы бейнеле дейміз оқушыларға. Сіздер оқушы ретінде не арқылы бейнелер едіңіздер? Қандай пиктограмманы енді білесіздер ғой? Сурет арқылы, бір бейне арқылы. Бұл жерде оқушының қиялы
қиялына қандай сурет салуы мүмкін? Оттың суретін салып бейнелеуге болады. Оттың суретін. Аха. Яғни оттың қауіпті екенін салуы мүмкін, иә? Таудан атқылап атқан от, сосын төменгі жағындағы ағаштардың жануы сияқты жан жануарлардың қашуы ма, енді ол әр баланың әртүрлі өзінің қиялына байланысты. Бұл тапсырма не үшін берілді? Оттың қауіпті екенін біліп жету үшін. Жанартауды жаңағы зияны туралы бала ой қозғайды. Яғни мұғалім дайын ақпарат берген жоқ, бала өзі сыни ойлайды, иә? Жақсы, тамаша. Келесі тапсырмаға көшеміз. Оқыған мәтін мазмұны бойынша елестете отырып, жанартаудың бейнесін қағазға түсіреді. Мана ақпараттан оқыдық қой. Формасы. Ақпараттан оқыдықтар ғой. Формасын, пішіні қандай болады? Жанартаудың. Конус күмбез тәріздес болады. Конус күмбез тәріздес болады, үшбұрыш құлыпта салуға болады былайынша, иә? Тамаша. Бұл тапсырма не үшін берілді? Не үшін берілді деп ойлайсыздар? Нені есіне сақтайды? Жанартаудың пішіні. Иә, пішіні, сосын үнемі ішінде от болатын, жанып тұратын. Жақсы, тамаша. Келесі тапсырмада жанартаудың құрылысы, ішкі құрылысы көрсетілген, иә? Жанартау құрылысы суретіне назар ауды, елестету арқылы салған суретін салыстырып көр дейді. Яғни мүмкін кейбір балалар пішінін басқаша салуы мүмкін, иә? Өз салғанымен салыстырады, және ішіндегі ішкі құрылысына назар аударады. Енді сіздер де назар аударыңыздар, өйткені келесі тапсырма осыған байланысты. Ішкі құрылысына. Ең түпкі несі не деп айтылады екен? Жанартау көрінеміз сіздерге? Жанартау ошағы деп аталады екен. Одан ары қарай не жалғасады? Одан ары қарай магма кетеді. Магмадан. Магмадан кейін бүйір кратер кетеді, одан кейін. Кратерден лава. Жоқ, одан кейін көмей кетеді. Көмейден кейін кратер, сосын лава. Жақсы, тамаша. Ендеше осы мәліметті оқушылар алады. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Жанартау құрылысын рет-ретімен жаз. Бірінші не кетті? Жанартау ошағы кетті бірінші. Жанартау ошағы, магма кетті. Үшінші бүйір кратерлері кетті. Төртінші одан кейін көмей кетті. Бесінші кратер, алтыншы лава и үстінде жетінші болды түтін сияқты. Жанартау күлі. Жанартау күлі, жақсы, тамаша. Бұл тапсырма не үшін берілді? Мынау мәліметті бала не арқылы есіне сақтады? Оқу арқылы ма, әлде көзбен көру арқылы ма? Көзбен көру арқылы. Ендеше сақтадыңыздар. Сонда оқудан көрі не тиімдірек екен? Бала есте сақтау үшін. Көзбен көру тиімдірек қой. Көзбен көріп, қолмен ұстау тиімдірек. Келесі тапсырма бізде енді жанартау қалай атқылайды? Жанартаудың атқылауын модельдеу. Ол үшін бізге тәжірибе әдісі қажет. Тәжірибе әдісінде ең алдымен оқушыларға қажетті заттармен таныстырып өтеміз. Және қауіпсіздік ережесімен таныстырып өтемін. Бұнда қажетті заттар ас содасы, сірке суы, шыны ыдыс, қамыр, гуаш және мына жерде тұзды қамыр, сусабын қажет болады. Енді алдарыңызда келесі видео материал көрсетіледі, онда оқушылар өздері жасаған, соған назар аударып отырсаңыздар. Алгоритмі түсіндіріледі және бейне материал. Біз бүгін осы жөнінде тәжірибе жасаймыз. Бірінші жанартаудың құрылысына назар аударайық.
Жанартау төбесі ойық. Өзі конус тәрізді. Жанартау магма мен лавадан құрылады. Магма бұл жер тереңіндегі сұйық балқыған зат. Ал лава магмадан пайда болады. Сұйық балқыған зат. Біз тәжірибені өткізу үшін біз сумен буаштар ыстырамыз. Сонымен ардақ сіз не байқадым. Мен су қызыл түске боялғанын байқадым. Сосын біз 2 қасық соданы саламыз. Сонымен ардақ сен не байқадым. Мен ешқандай өзгеріс болмағанын байқадым. Сосын біз су сабынды құямыз. Мен ардақ сен не байқадым. Мен өзгеріс жоқ болмағанын байқадым. Себебі қорытындылай келем, лава магмадан пайда болады, жанартаудан атқылайды. Сонымен құрметті әріптестер, бұл жерде оқушы тәжірибе жасау арқылы неге көз жеткізді? Дауыс естіле ме? Тәжірибе жасау арқылы оқушы неге естіледі? Неге көз жеткізді? Тәжірибе не туралы? Жанартау туралы, жанартаудың атқылауы. Яғни сірке суы ат содаларын құю арқылы жаңағы көпірген кезде атқылау үшін жаңағы лава неден пайда болады деді? Өзі қорытынды жасады соңында. Лава неден пайда болады деді? Лава неден пайда болады деді? Мана ақпарат оқыдыңыздар ғой. Негізгі сөздік болды сіздерде, иә? Кратер, магма, лава деген. Сонда лава недеде болғанын көз жеткізді? Магмадан. Магмадан, дұрыс айтасыздар. Сыныпта сіздер кімге 4-ші олар біледі. Магмалық тау жыныстары дегеніміз не? Соған балалар өз көздерін жеткізеді. Магмалық тау жыныстары қайдан шығады? Яғни ол жанартаудан шығады. Қайдан пайда болады? Жанартаудан пайда болатын балалар өз көздерімен көрді. Соған көз жеткізді. Келесі. Магманың атқылауынан, Магмадан, атқылауынан пайда болады. Ендеше, біз жаңа тәжірибе жасап болғаннан кейін, барлық ақпаратты алғаннан кейін, осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін, оқушыларға үйге қысқаша ғана жоба беріледі, жанартау деген тақырыпта. Яғни тақырыбы берілген мақсатты, зерттеу әдістері, жаңа берілген ақпаратты не алды, тәжірибе арқылы не жеткізді, неге көз жеткізді, тәжірибе қорытындысы. Осының барлығын рет-ретімен жазса, біздің оқушыларда дайын не шығады деп ойлайсыздар? Жоба. Ана зерттеу жобасы. Зерттеу жобасы шығады. Жақсы. Осы зерттеу сабағында мұғалімнің әрекеті қандай болды? Именно осы сабақ үлгі ретінде көрсеттім ғой сіздерге. Мұғалім не істеді? Мұғалім ой қозғады бұл жерде. Болжам жасап өздерінің соңында. Өзі тыңдауды. Болжамды басында жасайды ғой. Мұғалімнің әрекеті қандай болды? Ең бірінші ақпарат берді. Қозғады ғой. Бірінші қараңыздар, ақпарат берді. Ақпарат бердім. Оқып бердім ба? Өздері оқыды ма? Өздері оқыды. Ала өздері оқыды. Яғни мұғалім ақпарат беріп бағыттап тұр. Қандай тақырып екенін бағыттап тұр. Одан кейін әрекет не берілді? Тапсырмалар берілді, иә? Берілу арқылы олар салыстырды, ой қорытты, тәжірибенің алгоритмін берді, тәжірибені өздері жасады,
тәжірибенің соңында қорытындыны оқушы өзі жасады. Бұл жерде мұғалім тек қана бағыттаушы және тыңдаушы ғана болып тұр. Ал қалған іс-әрекеттің барлығы оқушының өзінде. Ендеше осы іс тәжірибемді Питер Клайнның сөзіне қорытындылағым келеді. Балаға өз бетімен зерттеуге мүмкіндік туғызған сайын одан әрі жақсы оқи түседі деген екен. Демек, зерттеушілік іс-әрекетті ұйымдастыруда ең басты роль білім алушының өзінде, ал мұғалімнің рөлі тек бағыттаушы, жетелеуші және тыңдаушы ғана болатын болса, дарынды оқушылардың өздігінен ізденіп, жаңалық ашуына мүмкіндік бере аламыз. Соңында рефлексияны өткізіп жесек, аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы бір сөйлеммен ғана ой түйсеңіздер. Бүгінгі бөліскен іс тәжірибеден түйдім. Бір сөйлеммен ғана айтып шықсаңыздар. Көрсетілген іс тәжірибеден қандай ой түйдіңіздер? Бір сөйлеммен ғана. Бағытталдым. Мұғалім тек қана бағыттаушы болу екенін білдіңіз. Жақсы, тамаша. Келесі. Бүгінгі тәжірибеден ой түйгенім, зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыруда мұғалімнің іс-әрекеті қандай болмақ? Соны көбейіп кетті апай. Біреу деді. Жоқ, сөйлем, дұрыс, бір сөйлем. Күрделі, бірақ іс-әрекетін, мұғалімнің іс-әрекеті қандай болады? Сол мұғалімнің іс-әрекетін білдік. Қандай екенін білдік. Тамаша, келеді. Баланың өз бетімен жұмыс істеуге бағыттау. Мұғалім мүмкіндік жасау, иә? Жақсы, тамаша. Балаға өз бетінше зерттемеге мүмкіндік беру. Ал құрметті әріптестер, сіздерге көптен көп рахмет, осындай белсенді араласқан мұғалімдерге. Енді бүгін қорыта келе мен мынандай ой түйгім келіп тұр. Мысалы, біздің осы іс тәжірибемен бөліскен мұғалімдердің барлық тәжірибесін сіздер байқай алған жоқсыздар. Онлайн болғандықтан тек қана 100-ден 1 бөлігін көрген шығарсыздар. Ол бетпе-бетте кездескенде болмайды ғой. Енді сонда да болса бір түйін жасағым келіп тұр. Бүгінгі іс-әрекет бар ғой, бір-бірімізбен қарым-қатынасқа түскен. Бұл ерекшеленді, солай емес пе? Мысалы, біз көбінесе мұғалімдердің ерекшелігі неде деген сұрақ қоятын болсақ, бізде түсіндірдім деген сөзден аулақ болады. Түсіндірдім деген не ол? Түсіндірдім дегеніміз ол тек қана мұғалімнің әрекеті. Ал болу керек, түсінуіне мүмкіндік жасайтын орта. Оны сіздерге көзбе-көз көрсетіп отырмыз. Мысалы, манадан бері 4 мұғалім сіздерге жағына түсіндіріп өткен жоқ. Сіздердің түсінуіңізге қолайлы болатындай әдіс тәсілдер қолдана отырып сіздерге жеткізуге тырысты. Ендеше, баланың дарындылығын дамыту дегенде, біз түсіндіруден аулақ болып, баланың түсінуіне қолайлы орта жасауымыз керек. Мен осы бүгінгі кездесуімізді, әдістемелік семинарымызды осындай оймен қорытындылағым келіп тұр. Келесі сөзді енді дарын Құрметті әріптестер, 23 мектеп гимназиясы мұғалімдері, сіздер болдыңыздар ғой, иә? Роза Назымна болдыңыздар, иә? 24 мектеп гимназиясының бастаушысының мұғалімдеріне бүгінгі семинарда өзінің тәжірибелерімен бөліскен ұстаздарға рахметімізді айтамыз. Бұл жерде ұстаздар өзінің іс тәжірибесінен кеңірек толықтырып көрсете білді, және тәжірибелерінде балалармен сабақта ғана жай ғана сөздермен емес, практика жүзінде де көрсете білді. Маржангүл Байбосынова дарынды балалардың көшбасшылық қабілетін дамыту бойынша, Закира Асылбековна тілдік қабілетті қалай дамыту бойынша көп жұмыстарын көрсетті, және математикалық ойлау қабілетін дамытуда Ләззат Аубакирова және соңғы оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін дамыту бойынша Шолпан Бурабаевна өз тәжірибелерімен бөліскен болатын. Енді осы ұстаздарға және 24 мектеп гимназиясының әкімшілігіне рахметімізді айтамыз. Ұстаздар осы бүгінгі семинардан өздеріне керекті көп нәрселер алды деп ойлаймын. Келешекте осы дарынды балалармен жұмыс жүргізуде осы тиімді әдіс тәсілдерді қолданады деп ойлаймыз. Және де жаңа жазып жатқандай кері байланысқа сілтеме жіберілді. Бірінші сілтемеде сіздер кері байланысты толтырып кетсеңіздер, жаңағы семинар бойынша не қандай өздеріңізге алдыңыздар. Екінші сілтемеде
семинардың материалдары толықтырылатын болады. Семинардың соңында сол материалдарды сол сілтемеге саламыз. Сол сілтеме бойынша ала аласыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Бүгінгі 24-ші мектептің ұстаздар қауымына алғысымыз шексіз. Көп рахмет. Еңбекте табысты бола беріңіздер. Шәкірттеріңіз көп болсын. Жақсы. рахмет. Барлықтарыңыз айтатыныңыздар бар ма? Болдыңыздар ма? Негізі осы семинарлар онлайн емес офлайн ұйымдастырылса тіптен жақсы болар еді деген ұсынысыңыз бар. Біз сол ұсыныстарымызға қосыламыз. Шынында да мынау офлайн бетпе-бет жүзден жасалынған семинарлар уже болмай кетті ғой. Енді ақырында пандемия аяқталып жатса, біз өз мектеп гимназиямызда қуана қарсы аламыз сіздерді. Оларға оған деп дайын. Ұстаздар ондайдан қалмауға тырысамыз, үйренуге баруға тырысамыз. Сіздерге көп рахмет, еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет барлықтарыңызға. Бүгінгі семинарда көп мағлұмат берген ұстаз сіздерге мың алғыс. Алдағы келе жатқан алғыс күндеріңіз құтты болсын сөздар. Алғысымыз шексіз сіздерге. Сіздерге алғысымыз шексіз. Рахмет барлықтарыңызға. 24 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімдеріне рахмет. Жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.